бар. Енді праздниктерден кейін активно жұмыс істеймін деп өз-өзіме уәде беріп жатырмын. А то что-то я расслабилась. Күндеріңіз сәтті өтсін қыздар. Бағана үйде кезде мереке сезілмей жатқан сияқты еді. Далаға шығып едім, көктем әдемі. Праздник енді сезіліп жатыр. Көшеге осылай гүлдер, қыздардың барлығының қолында. Красота просто. Қыздар келіп мерекелеріңізбен. Мен қыздармен жұмысқа өзіме халаттануға келдім. Қараңыздаршы, бірнеше варианттарға салайын, маған көмектессеңіздер. Өйткені мына жақта таңдаулар өте көп. Ойланып тұрмын, хир костюм или осындай әдемі халат алсам ба деп. Келесі вариант осындай простой қара. Осы маған қатты ұнап тұр негізі. Жағына бір әдемі медицинский значок қосып жіберсең. И красота. Бірақ длиналары маған ұнамай жатыр. Негізінде длиналарын я хотела чуть подлиннее. Жұмысқа келіп, клиенткамды қабылдап жібердім. Осындай әдемі шоқтармен келіпті. Көңіл ойын бастысы. Рахмет. Прям ұнады. Болсаңыздар, 1, 2, 3. Қараңыздар, маған өте қатты ұнады. Бір көргеннен сразу өзім ғашық болдым. Длинасы, барлығы материал. Красота просто. Да, осылай сіздерге әдемі бұл қызмет көрсететін боламын. Құрметті достар, ертең енді мереке, барлығымызға подарка алу керек, жақындарымызға деген сияқты. Оның бәрі ақша. Егер де ақшаларыңыз болмай жатса, мен сіздерге оңай жолды көрсеткім келіп тұр. Telegram ботқа кіріп, каналдарға тіркелу арқылы қосымша ақша табуға болады. Мен жаңа ссылка таптым. Сол ссылкаға кіріп, орын саны шектеулі, каналдар саны шектеулі. Сол себепті тез өтіңіздер және каналдарға тіркелген кезде. Она маленькая. Каналдағы телеграмдағы чат өзгеріп кетті. Себебі телеграм банға жіберіп жатыр. Кім мені жоғалтып алды, кім хат алмаса алмай жатыр, кім сұрақтарына жауап ала алмай жатыр. Розыгрыш жайлы, ұтыстар, табыс жайлы. Маған қазір ссылка қалдырам менің телеграм каналыма. Сол жердегі ең бірінші чатқа жазыңыздар. Сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап берем. Кім үлгермей қалды, барлықтарыңыз жазыңыздар. Тез үлгеріп жазсаңыздар болады. Барлықтарыңызға жауап берем. Сұрақтарыңыз жауапсыз қалмай. Соңына жеткізбедім. Осы жолы жеткізгім келіп тұр. Аукцион туралы айтып едім ғой. Аукционда негізі білесіздер зат сатып алады. Бұл жерде ешқандай да зат сатып алмайды. Бартер деп айтсақ та болатын шығар енді. Былай қызық болу үшін, мысалы, кім менің бірінші өзінің сторисіне әйтеуір бір постымды алып кететін болса, онда мен сіздерге ең бірінші жасаған адамға мен подписка жасаймын. И күніге солай ауыстыра береміз да. Ол сіздердің страницаларыңызды да көтеруге кәдімгідей мүмкіндік болады. Реклама десек те болады. Сол үшін кім солай жасақсы келеді, кім қолдайды. Алдын мен бастадым, соңы жоқ болып кетті. Осы жолы барлығын соңына дейін жасаймын. Қызық болу үшін. Сол үшін тез белгілеп кетіңіздер. Айтатындар да бар ғой, ой, сенің подпискаң кімге керек, сен звездасың ба деп. Алдын жасаған кезде бір-екі адам солай жіберіпті. Онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде звезда емес деген нәрсе емес. Просто бір-бірімізге инстаграм қызық болу үшін. Қазір енді инстаграмда дым қызық емес қой. Бір нәрсені қайта көре бересіз. Сол үшін өзімізге бір қызық болсын деген ниет.